сәулетті үйшік ертегісі. Айдалада бір әдемі сәулетті үйшік тұр екен. Қасынан тышқан үн қазған өтіп бара жатыр еді. Үйшікті көріп тоқтады да: «Сәулетті үйшік тым жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы» деді. Ешкім үн қатпады. Сосын тышқан сол үйшікке кіріп алып, сонда тұрып жатты. Үйшікке бақа бақылдақ секіріп келді де: «Сәулетті үйшік тым жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы» деп сұрады. «Мен тышқан үн қазғанмын, ал сен өзің кімсің?» «Мен бақа бақылдақпын». «Мен енді кел, менімен бірге тұр». Бақа бір секіріп үйшікке кірді де екеуі бірге тұрып жатты. Енді қоян желаяқ үйшіктің жанынан жүгіріп өтіп бара жатып тоқтады да үйшікке қарап: «Сәулетті үйшік тым жақсы екен, үйшікте кім бар, тіл қатшы» деп сұрады. «Мен тышқанын қазғанмын, мен бақа бақылдақ бармын, ал сен өзің кімсің?» «Мен қоян желаяқпын». «Ендеше кел, сен де бізбен бірге тұр» деді. Жолда өтіп бара жатқан түлкі әдемі үйшікті көріп, бұрылып терезесін қағады. «Сәулетті үйшік тым жақсы екен, үйшікте кім бар, тіл қатшы» дейді. «Мен тышқанын қазғанмын, мен бақа бақылдақпын, ал мен қоян желаяқпын» деп үйшіктің ішінен айқайлайды. «Ал сен өзің кімсің?» дейді. «Мен түлкі жанмын ғой, мені де кіргізіңдерші» дейді. «Онда сен де кел, бізбен бірге тұр» деп үйшікке түлкі жанды да кіргізіп алады. Түлкі үйшікке кіріп алып, төртеуі бірге тұрып жатады. Мұны көріп тұрған қасқыр, көкжал бөрі жүгіріп келіп есіктен сығалады да: «Сәулетті үйшік тым жақсы екен, үйшікте кім бар, тіл қатшы» деп сұрады. Ішінен: «Мен тышқанын қазғанмын, мен бақа бақылдақпын, мен қоян желаяқпын, мен түлкі жанмын, ал сен өзің кімсің?» «Мен көкжал бөрімін, қасқыр серімін». «Сен де бізбен бірге тұрғың келе ме?» «Мені де сендердің үйлеріңе кіргізіңдерші, бірге тұрайық» дейді. Сонымен қасқыр де үйшікке кіріп, олар бесеу болып тұрады. Міне осылайша олар әндетіп сәулетті үйшікте бірге тұрып жатты. Кенет үйшік маңынан маймақ аю өтіп бара жатты. Үйшікке бұрылып: «Сәулетті үйшік тым жақсы екен, үйшікте кім бар, тіл қатшы» деді. «Біз көңілді аңдармыз, тату-тәтті жандармыз, ал сен кім боласың?» «Мен маймақ аюмын». «Аю, сен болсаң, сен де бізбен бірге кел тұр» дейді. Аю сәулетті үйшікке кірмек болып олай да былай да әрекеттенді, бірақ сыймады. «Мен онда сендердің шатырларыңда тұрайын» деді. Ол шатырға шықты да отырғаны сол-ақ еді, гүрс ете қалды. Сәулетті үйшік сықырлады да қисайып құлап қалды. Ішінен аңдар әрең дегенде сытылып шықты. Барлығы да бірақ аман есен еді. Енді олар барлығы бірігіп, жабылып бөрене тасып, тақтай тіліп, шеге қағып, жаңа үлкен сәулетті үйшік сала бастады. Салып болған үйшік бұрынғысынан да әдемі, жақсы болып шықты, әрі кең болды. Оған барлық аңдар сыйып, тату-тәтті өмір сүріп жүрді. Соңы келесі жолы тағы да жақсы ертегілер тыңдағыларың келсе, каналға тіркеліп кетіңдер.